Сәлем балалар, 4-ші сынып қазақ тілі 57-ші сабақ қос сөздер тақырыбы. Бүгінгі сабақтан сен шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыруға, оларға жауап беруге жаттығасың. Және қос сөздердің жасалу жолдары мен емлесін үйренетін боласың. 47-ші жаттығу. Берілген мәтінді оқы, оның түрін анықта. Ойыңды дәлелде. 26 желтоқсан. Бүгін Айша апай ата-анамыздан сұхбат алып келуді тапсырды. Қоятын сұрақтарымызды анықтап алдық. Бұл мамандықты таңдауыңызға не себеп болды? Мамандығыңызды ұнатасыз ба? Балаңыздың қай мамандық иесі болғанын қалар едіңіз? Сұхбат алуды әкемнен бастадым. Бірінші, екінші сұрақтарды жақсы қойғаныммен, үшіншісінде қиналдым. Қайта жаттап сұхбатты толық аламын дегенше ұйқыға жататын уақытта болды. Анамнан сұхбат ала алмадым. Анам ауруханада жатыр деп айта салмақшы болдым. Бұл әңгімелеу мәтіні. Өйткені бұл жерде бірінші, екінші және үшіншіден сөздері қатысқан және не істеді, қайты сұрақтарына жауап беріп тұр. Қарамен жазылған ата-ана, жақсы, қайта сөздерінің емлесін есіңде сақта, олардың жасалу жолдарын салыстыр. Бұл қос сөздер, олар күшейтпелі буын және де қайталану арқылы жасалып тұр. Балалар, ережені есте сақтап, жаттап алыңдар. Қос сөздер бір сөздің қайталануы, яғни қайта. Екі түрлі сөздің қосарлануы, яғни ата-ана. Және сөздің алдына күшейткіш буын қосу арқылы да жақсы сөзі мысал бола алады. Осылай да жасалады екен. Оқушы күнделігіндегі жағдаятқа сәйкес шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыр. Осы сұрақтарды парталасыңа қой. Оның қойған сұрақтарына жауап бер. Бала неліктен үшінші сұрағын қайта қойды? Өйткені бұл оқушы үшінші сұрақты жаттауда қиналды. Оқушының шешімі дұрыс па? Неге олай ойлайсың? Оқушы анасынан сұхбат аламын дегенше жататын уақытта болды. Және анасынан сұхбат ала алмай қалды. Осының негізінде ол мұғаліміне анам ауруханада жатыр, сол үшін одан сұхбат ала алмадым деп өтірік айта салмақшы болды. Оқушының бұл шешімі әрине дұрыс емес. Ешқашан өтірік айтуға болмайды. Ал егер анасынан жататын уақытта сұхбат ала алмай қалса, онда таңертең ерте тұрып алуына болар еді. 48-ші жаттығу. Төмендегі сөздерді кестеге орналастыр. Мұндағы сөздер ата-баба, кезек, тау-тас, күте, тап-таза, қырқа, іркес, тып-тыныш, салдыр-гүлдіріп үлкен. Мұндағы бір сөздің қайталануынан жасалған қос сөздерге кезек, күте, қырқа сөздері жатады. Ал екі сөздің қосарлануынан жасалған қос сөздерге ата-баба, тау-тас, іркес, салдыр-гүлдір сөздері. Күшейткіш буын арқылы жасалған қос сөздерге тап-таза, тып-тыныш, үлкен сөздері мысал бола алады. Осы сөздермен 4-5 сөйлем құрастырып жаз. Жақсы оқып білім алу ата-бабамның арманы болды. Ұлжан екеуміз сыныпты тап-таза етіп жуып шықтық. Асылбекті күте, кеш болғанын байқамаппыз. Әкем екеуміз отырғызған ағаш үлкен болып өсіпті. 49-ші жаттығу. Қос сөздері бар паровозға көптік тәуелдік жалғаулары бар вагондарды тіркеп көр. Қос сөздердің бәріне көптік тәуелдік жалғаулар жалғана ма? Дәлелде. Әке-шеше
көптік жалғауын жалғаймыз. Әке-шешелер жалғанады екен. Ал енді тәуелдік жалғауын жалғаймыз. Менің әке-шешем, сенің әке-шешең, оның әке-шешесі. Демек, әке-шеше сөзіне көптік жалғауы да, тәуелдік жалғауы да жалғанады. Сарт-сұрт. Көптік жалғауын жалғап көрейік. Сарт-сұрттар. Әрине, мағынасыз болып қалды. Сарт-сұртым. Иә, демек сарт-сұрт сөзіне көптік те, тәуелдік жалғаулары жалғанбайды екен. Әп-әдемі. Көптік жалғауы. Әп-әдемілер. Мұнда әп-әдемі деп күшейткіш буыны арқылы жасалып тұр. Сондықтан да мұнда көптік жалғауы жалғанбайды екен. Ал енді тәуелдеп көреміз. Әп-әдемім, әп-әдемің, әп-әдемісі. Демек, әп-әдемі сөзі тәуелденеді екен, бірақ оған көптік жалғауы жалғанбайды. 50-ші жаттығу. Диалогке тән тыныс белгілерін қой. Мұнда сөйлемнің басында кездесетін сызықшалар түсіп қалған. Әли, сен білесің бе? Менің ағам Түркияға ұшпақшы. Онда сенің әжең тоқымғағар жасайды екен ғой. Ол не? Мен түсінбедім. Жас жігіт алғаш рет жолға шыққанда жасалатын бас қосу. Онда ел жиналып, ойын-сауық, өлең жыр айтылады. Егер ағам маған сыйлық әкелсе, ең жақсын саған беремін. Сен менің нағыз досымсың ғой. Ал сапарға шыққанда адамдар туыстарына, балаларға ірілі-ұсақты сыйлықтар әкеледі. Оны базарлық деп атайды. Бұл жақсы көрудің, сыйластықтың белгісі. Балалар, екеуара сұхбат құрыңдар. Күрделі сөздерді тауып, түрлеріне ажыратыңдар. Мұндағы күрделі сөздер: тоқымғағар, базарлық, бас қосу сөздері. Бұл сөздер біріккен сөздер түріне жатады. Ал ойын-сауық, өлең жыр, ірілі-ұсақты сөздері қосарлану арқылы жасалғандықтан қосарлама қос сөздер түріне жатады. Ал енді тоқымғағар, базарлық сөздері айтылған сөйлемдерді теріп жаз. Онда сенің әжең тоқымғағар жасайды екен ғой. Ал сапарға шыққанда адамдар туыстарына, балаларға ірілі-ұсақты сыйлықтар әкеледі. Оны базарлық деп атайды. Осы сөйлемдерді көшіріп жазып аламыз. 51-ші жаттығу. Диалогтың мазмұны бойынша 2 сұрақ құра. Порталасының сұрақтарына жауап бер. Бірінші сұрақ: сенің отбасында тоқымғағар дәстүрі жасалады ма? Кімнен қандай базарлық алғансың? Отбасында қандай дәстүрлер жасалады? Базарлық алу ненің белгісі? Осы сұрақтарға жауап беріп көр. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.